Ой, мына қыжыл күйдірді-ау. Су ішсең де, не ішсең де, тамағың ашып, аузыңа запыран келіп, тегі бір сұмдық болды-ау мынау. Сізге де сіздерге де таныс жағдай болса керек негізі. Не ішсеңіздер де, су ішсеңіз, немесе тамақ жесеңіз, аузыңызға запыран келіп, ащы болып, асқазаның ауырып тұратындай. Одан да шаршап кетеді адам деген, Ал бұл аурудың аты изжога дейміз. Бәріміз де білеміз изжога не екенін. Қазақша айтқанда қыжыл дейміз ғой. Жалпы былай айтқанда басқа мәселе қыжылды емдеуде де болады ғой әрине, бірақ ол қыжылдың қайдан пайда болып, қалайша адамға жағымсыз, неприятный мынадай ощущениялар алып келетінін біле бермейміз, ағайын. Дұрыс қой. Сол себепті өздеріңіз түсінгендей бүгінгі тақырыбымыз сол изжогаға байланысты болып отыр. Қалай изжоганы 2 минутта кетірудің тәсілін бүгін үйрететін боламыз. Бұл видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де мына біздің жаттығуларымызды дәлме-дәл жасайтын болсаңыздар, қыжылды 2 минутта кетіруге болады. Изжога басталған кезде бірден аптекаға жүгіріп, түрлі дәрілерді қолданып іше бастаймыз. Тек қана сол бәледен құтылсақ болды деген себепті. Ал негізінде сол дәрілер ешқайсысы изжоганы емдемейді. Ағайын, емдемейді. Олар тек қана изжоганың симптоматикалық қасиеттерін, яғни жояды, симптомдарын ғана жояды. Яғни тез қыжылды баса қояды, яғни кислотаны суға айландырады. Изжога қайдан пайда болады? Изжога біріншіден изжоганың түрлері көп. Ол мына мысалға ішіп атқан суыңызды ауыстырған кезде жалпы судан көбінесе болады. Жеп атқан тамақтан болады, ащы, тұщы, немесе мынау тұзды нәрселер жеген кезде өте көбінесе кездесетін жағдай. Және де ер кісілерді көбінесе алкогольдік ішімдіктерді қолданған кезде ғана өте көп кездесетін болады. Енді алкоголь ол былай айтқанда бүкіл организмнің жауы ғой. Ал тағы бір мәселе бар, изжога ол жүктілік кезінде болатын изжога. Бала сүю өте жақсы, өте бір бақыт дейміз ғой әйел адамға. Бірақ сол баланы күтіп жүрген кезімізде, яғни жүктілік кезінде қаншалықты қиындыққа тап болатын әйелдерді біз еркектер түсіне қоймаймыз, түсінбейміз де былай айтқанда. Баланың шашы мен тырнағы өскен кезде қаншама қиыншылықтарға кездеседі. Яғни главный былай айтқанда жетіспеушілік, жалпы главный проблема дейміз ғой, былай айтқанда әйел адамда жүктілік кезінде ол изжога. Өйткені былай айтқан кезде іштегі организмдегі сфинктер болады. Яғни асқазанның ішіндегі, асқазанның жоғарысынан, яғни тамақ өтетін жерден, өңештен төменге қарай келгенде сфинктер деп аталатын каналдар болады. Сол каналдар баланың шашы, тырнағы өскен кезде, яғни жабылып қалады. Жабылып қалған кезде 12 елі ішектегі кислота асқазанға өткен кезде, яғни ол суға айналып үлгермейді, яғни кислота болып тұрғаннан кейін сол тамағыңызға запыран болып келе беретін болады. Кісілерде болса, мен бағана айтқанымдай, судан, көбінесе тамақтан, темекі, және де алкоголь ішімдіктерден, ащы, тұзды көп жегеннен болады. Яғни былай айтқанда 12 елі ішектен келген кислотаны асқазан қорытып үлгере алмайды, яғни суға айналып үлгере алмайды. Сол себепті жеген ішкен тамақтың бар кислотаға, 12 елі ішектен кислота болып көтерілген кезде тамағыңызға запыран болып келе беретін болады. Мен доктор Шерхан, Тибет медицинасының докторы. Бүгін үй жағдайында қалай жаттығу жасап керек, яғни изжогадан қалай 2 минутта айырылу керектігін үйрететін боламыз. Ол үшін біздің каналымызға бірінші тіркеліп алыңыздар, лайк қойыңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Не үшін? Өйткені алдағы болатын видеоларды, яғни жаттығуды, өте сапалы жаттығуларды үйрену үшін, көру үшін, тамашалау үшін, және өз-өзіңізді емдеу үшін, главный дәрі-дәрмексіз қазақ тілінде контент болғаны үшін. Бірінші жаттығуымыз, яғни точка пирата деп аталады. Ол жерде основном ер кісілерге де, жүкті әйелдерге де
болады. Ол үшін не істейміз? Яғни, мына алақанда былай көрсетейікші. Мынау екінші және үшінші саусақтың арасынан былай сызық өткізесіздер. Міне дәл мына жерге дейін, мына осы жерге дейін түсесіздер. И сағат тілімен, яғни по часовой стрелке дейміз ғой, сағат тілімен 2 минут бойы мына жерде точканы өзіңіз қаттырек бассаңыз сезесіз. Сол точканы сағат тілімен, яғни по часовой стрелке 2 минутқа дейін 2 минут айналдырасыз. Былай басып тұрып айналдырасыз. Айналдырасыз, 2 минутқа дейін. Бір 60 секунд примерно өткен кезде өзіңіз сезіне бастайсыз. Яғни асқазаныңыз құрылдап, яғни су айналады. Асқазандағы бағана жиналып қалған кислота суға айналады. Бұл қалай болады? Яғни мына жердегі точка, сол 12 елі ішекпен, яғни мына асқазанның жоғарысындағы мына тамақ өтетін өңеш дейміз ғой айтқанда, соның төмендегі мынандай канал болады, асқазанға түсіретін канал болады. Сол каналды сфинктер деген бағана канал, сфинктер жабылып қалған болса, сол айналдырған сайын, мына точканы басқан сайын не істейді? Яғни ашыла бастайды. Ол сфинктер ашылған сайын постоянно бұралған ашық тұрған кезде ол жерде кислота жиналмайды асқазанда. Кислота жиналмағаннан кейін не болмайды? Изжога болмайды. Енді келесі жаттығу ол жерде точка пиратаның екіншісі деп атаймыз. Яғни кішкене маңдайыңызды, айтып кететін бір жағдай бар. Бағана мынан бұлай бұраған, айналдырған кезде, егер сіз солақай болсаңыз, яғни сол қолмен жұмыс жасайтын болсаңыз, сол қолыңызды істейсіз. Егер оң қолмен жұмыс жасайтын болсаңыз өміріңізде, оң қолға істейсіз. Неге? Өйткені әр адамның солақай мен оң қолда жұмыс істейтін адамның разницасы болады. Егер осы точканы артқа қарай айналдырсаңыз, яғни против часовой стрелки, онда не болады? Изжоганы профилактика қыламыз. Сіз мысалға дейік, сіз изжоганы кетірдіңіз, изжоганы кетіргеннен кейін оның қайтып келмеуін қалайсыз ғой. Сол себепті изжога кеткеннен кейін міндетті түрде артқа қарай 2 минут айналдыру керек. Түсінікті ғой. Енді келесі жаттығуымызға өтеміз. Жаттығуымыз бағанағы айтқан точка пиратаның яғни екінші бөлігі болып табылады. Ол өте оңай және жеңілдетілетін жаттығу. Жалпы былай айтқанда, шашыңызды, маңдайыңызды кішкене ашып, мұнда 2 саусақты ұстап, мұны 2 қастың ортасына түзу былай қоясыздар. Және мұна 2 саусақ, бір саусақты былай аптастайсыз, мұна бір саусақ қалады. Дәл осы точкада, осы жерде точка болады, осы изжоганың точкасы. И дәл солай бағана айтқандай по часовой стрелке, сағат тілімен бірге айналдырамыз 2 минут. 2 минут айналдырамыз, 2 минут айналдырамыз. Өзіңіз сезінетін боласыз. Бір бағана айтқандай 60 секундтың ішінде, 60 секундтың ішінде асқазаныңыз өзіңіз изменение болады, яғни өзгерістер сезесіз. Мұндай как будто бір су ағып атқандай, су ішіп атқандай, соны айналдырып, 2 минутқа жеткізесіз. Егер қасыңызда сағат бар шығар, енді сағат болмаса, өзіңіз 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп санайсаңыз да болады. Ал артқа қайтарсаңыз, артқа, яғни против часовой стрелки, онда не болады? Яғни профилактика болады, изжоганың профилактикасы болады. Бұл жаттығу көбінесе, мен айтып атқан жерім, именно екі қабат дейміз, яғни жүкті әйелдер көбінесе. Неге десеңіздер, басқа жүкті әйел емес, яғни жүкті емес адам, әйел болсын, немесе ер кісі болатын болса, дәрі ішіп жүре береді. Бірақ жүкті әйел байғұс не істесін? Ол дәрі ішпек түгіл су ішуге де қорқады ғой айтқанда. Сол себепті жүкті әйелдерге де өте қолайлы жаттығу. Осыны істеңіздер, дәл осылар қайталаңыздар, түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, осы видеоны артқа қайтарып, осы жаттығуларды қайталасаңыздар болады. Күніге 2 минут. Күніге 2 минут. 3 күн қолдансаңыз, дәл осы жаттығуды. Изжоганы вообще көрмеген деп отырсыз. Изжога сізде болмайды. Өйткені сіздің бағана айтқан именно сфинктер каналдары, яғни асқазан мен өңеш пен асқазанның каналдары болады, дәл солар постоянно ашық болады. Ашық болғаннан кейін ол жерде не болмайды? Яғни кислота болмайды. Құрметті көрермендер, мынау
сіздерге осы жаттығулар қызық болды деген үміттеміз. Және де мынау мен айтқандай ижоганы кетіру үшін осы жаттығуларды дәлме-дәл қайталайтын болсаңыз, алдағы уақытта еміңіз тек қана дәріден емес, именно осындай жаттығулардан болатын болады. Құдай қаласа, сол себепті мынау бағана біздің каналымызға, яғни Тибет каналына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар. Не үшін? Алдағы жаттығу қойылатын видеоларды өткізіп алмау үшін. Өте пайдалы және де керекті жаттығулар болады. Өйткені Тибет медицинасы өте дамыған медицина, білесіздер, орта ғасырлардан, яғни бұрынғы заманымыздан бері келе жатқан дәрі-дәрмексіз. Біз именно сол терапия, яғни мануальный терапияны Қазақстанға алып келіп, жалпы қазақ тілінде үйретіп жатқан жеріміз бар. Сол себепті біздің каналымызға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көріскенше сау саламат болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.